Ассалаумағалейкум достар, Ерспорт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Өткен аптада біраз футболда қызықты жағдайлар болды. Ламин Ямал қатардан шығып қалды. Ла Лигада чемпионы шамамен анықталып қойды. АПЛ-де қызық жағдай, Ман Сити Арсеналды қуып жетті, Челсидің бапкері кетті. Одан бөлек Бавария 35-ші рет Бундеслиганың чемпионы болды. Ендеше біз бастаймыз. КПЛ-дің 7-ші тур ойындарына шолу жасаймыз. Кеттік. Бұл Ерспорт ерсін еріппен, бұл Ерспорт сіздермен бірге. Достар, төменде сілтемеге өтіп, Фон Тим әлеуметтік желдегі парақшаларына тіркеліңіз. Ол жақта бағалы сыйлықтардың ұтысына қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше сәттілік. Бундеслигада Баварияға тең келер қарсылас жоқ. 35-ші рет Бавария чемпион атанды. Кеше Штутгартты жеңді, сөйтіп чемпион келесі жыл тағы да лига чемпионаты ойнайды. Бірақ ол Германияның чемпионы ретінде ойнай ма, әлде чемпиондар лигасындағы атағын қорғап қалу үшін ойнай ма, оны алдағы уақытта біз бірге көретін боламыз. Серж Гнабри деген жігітті қатардан шығып қалған естідік. Сондықтан да бұл да бір Бавария үшін минус болып отыр. PSG-ға қарсы өте маңызды кездесуде. Ал ағылшын премьер лигасында Манчестер Сити Арсеналды қуып жетті. Қазір тіпті бірінші орында 70 ұпайдан, алда әлі ойындар бар. Сондықтан да Арсенал биыл тағы да чемпион болмай қалуы мүмкін. Бір жағынан Микель Артетаға да обал, бір жағынан Арсеналдың фанаттарына да обал. Мен айтам, Арсеналдың жанкүйерлері бұл өмірге адал, командаға адал, махаббатқа адал, досына адал, бауырға адал адам. Олар жыл сайын осындай қиын кезеңді бастан өткереді. Жыл сайын олардың көңіл күйі мамыр айына дейін тамаша келеді, мамыр айынан кейін құлазиды. Жазғы демалысты көңілсіз өткізеді. Өйткені командасы тағы да екінші орын алады. Неге бұл бітпейтін бұл қырсық, не деген бітпейтін бұл сәтсіздік, осыны бір түсіну да қиын. Енді Арсеналдың жанкүйерлерінің тілеуі осы жолы қабыл болып, мүмкін Сити алда-жалда бір сүрініп кетіп, чемпион атанған шығар. Бүкіл тіпті қазір Лондон емес, бүкіл әлем болып, мына жақта Қазақстанда біз тілеп отырмыз ғой, осылар болып кетсінші деп. Ешкім қарсы келмейтін сияқты. Тек Ситидің ойыншылары ғана қарсы келіп тұр. Басқа тіпті Манчестердің жанкүйерлерінің өзі Арсенал чемпион болып кетсе екен деп бір тілейтін сияқты. Өйткені жыл сайын енді бұл командаға бір обал болды. Өкінішті Арсеналдың барлық фанаттарын биыл чемпион болуға шақырамын. Мен шақырамын, Арсенал шақырады, көктем шақырады. Биыл мүмкін чемпион болатын шығар. Енді Челси командасының бапкері Лиам Рассеньор командадан кетті. Челси командасында да бапкер тұрақтамай қойды. Марескасы бар, командадан кетіп қалған. Мынау өзі команда бір төменге қарай кетіп бара жатқан команда, одан сайын бапкерлерді әкеліп, бапкерлерді шатастырып, бір ротация жасап, одан бедер кетіп бара жатқан сияқты. Ана Эстевау ма, ол да жарақат қалған, сіңірі сүйектен үзіліп кеткен дей ма, міне сеніп отқан жас таланттары осындай күй кешуде. Сондықтан да енді Челси командасында мүмкін бұрынғы аңыздары жаңағы бапкер болып қала ма, Лэмпард келе ма, Джон Терри келе ма, мен білмеймін енді кімдер келетін басшылық қызметке. Бірақ Челсидің де бір өрге шығатын уақыты келді деп ойлаймын. Қазір енді турнир кестесіне қарасаңыз, мысалы үздік бестіктің қатарында келесі жылы енді чемпиондар лигасында біз Челси командасын көрмейміз. Өйткені Челси қазір өзінің басты бәсекелестерінен ұтылып қалды. 48 ұпай, ал 5-ші орында Ливерпульде 55 ұпай. Бұл дегеніміз чемпиондар лигасы көзбен бұлбұлдай ұшты дей беруге болады. Бұлбұл құстың сайрағаны әдемі деген сияқты, Челсидің ЛЖ-ға қатыспай қалғаны әдемі десем етіп қалады. Әдемі емес. Қатарынан 5 ойында жеңілу деген енді ол сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Тек деп қаласын болды. Ал Ман Сити мен Арсенал өзара таласады. Әлі алда 5 тур бар. Сондықтан да 5 турда не өзгереді? Оны осы сенбі жексенбі күні бірге тамашалайтын боламыз. Өзі жоқ жерден ешкіммен ұрыспай, ешкіммен қырқыспай Манчестер Юнайтедтің 3-ші орынға шығып кеткені қызық болды. Ман Юнайтед сағындырған емеуді біз чемпиондар лигасында көреміз деген үміттемін. Осы орында егер сақтап қалса, мен Ман Юнайтедтің бір жанкүйерлерінің бірімін негізі, иә. Өйткені мен айттым, Криштиану Роналдудың
ойынын көріп футболға келген адаммын дедім да. Криштиану Роналду қай клубтарда ойнайды, сол клубтарға симпатия бар, және сол клубтарды мен неде ала беретінмін, өйткені PlayStation'да мысалға MU-да ойнап жүрген кезде постоянно MU-мен ойнаймын, Реалда ойнағанда постоянно Реалмен ойнаймын. Енді қазір Аль Насрмен ойнамаймын енді, өйткені ол жақта басқалар сәл шіріген ойыншылар, сондықтан да осы Спортингпен ойнаған жоқпын ол кезде, мен бесіктен белім шықпаған. Ал MU-да, Реалда, Ювентуста ойнағанда мен ойын өткізгенмін. Көп ойнағам, PlayStation өте көп ойнағам. Ойнай берсең өзі сол командадан жақсы көріп кетесің. Сондықтан да MU-дің келесі жылы Элчеда ойнаған мен қалайтындардың бірімін. АПЛ-дың қызығы ол тура өткен сайын арта береді, ал мына жақта Ла Лиганың қызығы бұл Реал Мадрид пен Барсаның қызығы. Ламин Ямал қатардан шығып қалды, жарақат ауыр болды, кеше сол анау Сельтамен ойынды көріп отырып, пенальтиден вроде гол соғады да, бірақ сразу аяқ тартылып қалады. Сөйтсем, оның мына артқы жамбасы дей ма, сол зақымданған. Оны дәрігерлер былай түсіндіреді. Бұл бүгін немесе ертең, немесе ары күні, бүрсі күні бұл жарақаттың болары анық еді. Өйткені Барселонада ротация жоқ. Барселонада Ламин Ямалды алмастырмай аузын ұрып ойната береді дейді. Ойната береді. Ол жас организм ондай нагрузканы көтере алмайды. Сондықтан да ол бір күні сыр береді. Бірақ күнде ол көзге көрінеді, міне. Бірақ күнде стоп болады. Міне тура сол. Енді мен Барселонада командасында мықты дәрігерлердің бар екеніне сенем. Каталонияда, каталониялық командада. Бірақ ротация жоқ, бапкер шығара береді. Мүмкін дәрігер мен бапкердің арасында дұрыс әңгіме бар ма жоққа түсіне алмадым. Бұл негізі бүкіл мамандардың дәрігерлері жазыпты да, бүкіл жерге жазып жатыр. Бұл бүгін ертең болатын анық еді. Жас организмді олай қинауға болмайды. Ол ондайға төтеп бере алмайды. Оған демалыс беріп отыру керек. Ол восстановление үлгере алмай жатыр дейді. Енді ғана жарақаттан келеді, оны қайтадан әр матчқа шығара береді. Өйткені чемпиондыққа талас Барселона Реалмен теке тіресіп келе жатыр. Қазір 9 ұпай ма, бірақ сонда да Ламин Ямал ойнайды. Сондықтан да бұл енді әлем чемпионатына қатыспауы әлі екіталай негізі, білмейміз. Бірақ Ла Лига соңына дейін қалған ойындарда ол ойнамайды. Ал енді қалған ойындарда Ламин ойнамаса, онда шабуылда проблема болады деген сөз. Өйткені Левандовский де қазір ойнап жүрген жоқ. Рафинияның жағдайын білесіздер, ол да травмалық болған. Қос қанат жоқ. Былай самғайтын Барселона қазір бүйтіп қалды. Өйткені мына жақта Решфорд, мына жақта Ферран Торрес, ортада Ольмо, бүйтіп пингвин болып қалатын сияқты менің ойымша шабуылда. Кетіп қалған пингвин сияқты кетіп қалмаса болды. Ізі ғайым жоқ болып. Сәттілік тілейміз, жарақатынан тезірек сауығып кетуін тілейміз. Өйткені Ламин сияқты футболшылар енді Испания құрамасына да керек, Барселонаға да алдағы уақытта керек. Мүмкін -9-ды шегеріп аламыз осыны пайдаланып. Бірақ Арда Гюлер мен Милитао қатардан шығып қапты дейді Ла Лиганың соңына дейін. Жарақаты бар дейді. Милитао кеше ғана келеді. Оған да сол восстановление үлгермеді ма білмеймін. Арда Гюлер да керек кезінде қатардан шығып қапты. Енді келесі ойыны Бетис командасымен ойнайды. Реал Бетисті сырт алаңда жеңу қиын әңгіме негізі. Бірақ жеңіп алса, онда Барселона Хетафеге қонаққа барады екен. Хетафе жаңағы қос қанатсыз шамай жатқан Барселонаны одан сайын шұртқызбай тастаса, онда Ла Лигада интрига қалған турларда 32-ші тур қазір, әлі алда 6 тур бар ғой. Қызық болады. Қызықайшын болады. 6 турда Ямалсыз қалай болады деген о сұрақтар менде туындайды. Жаман ойлар мазалайды мені, сені деген әңгіме ғой. Енді бұл жерде Италияға мен тоқталғым келмейді. Ол жақтағы ойын қазір биылғы маусым бардак. Сондықтан да мен КПЛ-ға өтіп кетейін. Әлемнің сан түрлі жиын айналсын деген бір өлең еске түсіп кетті. КПЛ 7-ші тур. 7-ші турдың матчтарына қысқадан нұсқа бір мнение айтып берейін. Болжал алайық. Ауа райы болжамы деген сияқты. Оқжетпес Қайсар. КПЛ енді Қазақстан премьер-лигасына сразу өтіп кетеміз, өйткені топ-5 чемпионаттың қатарында мен үшін. КПЛ-да қызық жаңалықтар көп. Нұрбол Жұмасқалиев командадан кетіп қалды. Тобыл командасының легендасы кетіп қалды. Ал мына жақта Арман Оспанов Ақтөбе командасының басшылық қызметінен кетті. Міне осындай жаңалықтар бар. Біреуге жақсы, біреуге жаман. Арман Оспанов енді білмеймін, Ақтөбе жанкүйерлер қуанып жатыр ма, жоқ па? Мына жақта Нұрбол Жұмасқалиевтің кеткені өкінішті әрине. Оқжетпес Қайсар, бұл жерде енді Қайсар
Қайсар командасының ойынын мен көрдім. Алтайға қарсы негізі Қайсар биыл Мозеспен біраз жерді барса екен деген тілегім болған. Бірақ соңғы ойындарын көріп шынымен Қайсардың жағдайы қиын екеніне көзім жетіп жатыр. Сондықтан да Оқжетпестің ойыны қазір керемет. Ринат Әлуетовтың командасы қазір сомдық ойнап жатыр. Ербол Қайыров менің братаным, Мұртым Брендовый менің братаным қазір менің жақыным қызметке кетті. Директор болып сайланды. Ерболға өзге дегенде сәттілік тілеймін. Бір команданы өрге шығарады деген ойдамын. Бұл матчта менің ойымша екі командада гол соғуы тиіс. Қайсардың фанаттары қазір бүйтіп тұр, жағадан алайын деп тұр. Өйткені гол керек, жеңіс керек, талап күшті, ал Оқжетпес өз алаңында нарахатия ойнайды деп ойлаймын. Сондықтан да екі командада бұл матчта гол соқса, ойын өте қызығырақ өте түспек. Алтай жеңіс командасы енді бұл матчта анық фаворит бар, ол жеңіс. Өйткені Ақтөбені жеңгеннен кейін жеңісті енді қазір тоқтату мүмкін қиын шығар. Жекелей ойыншылардың классын алып қарасаңыздар жоғары. Элдер Сантана сияқты ойыншы, ортада Исламбек Қуат ойнаса, онда Ардақ Сәулет те қазір керемет бабында, Тевзадзе қазір бұрыштамалар кезінде баспен керемет ойнап жүр. Алтайдың қақпасына сол ірі есеппен 1-0 жеңсе, жеңіске сол да жеткілікті деп ойлаймын. Қызылжар Ордабасы нағыз тартысты ойындардың бірі, бірақ Қызылжар Ордабасыға бұл жолы бермейтін сияқты. Өйткені өз алаңында Қызылжар өте мықты ойнайды. Бапкер Милиш Чурчич Ордабасыны 5 саусағында біледі. Бұл команда қарсы қалай ойнау керектігін жақсы біледі деп ойлаймын. Сондықтан да Қызылжар өз алаңында меніңше ұтылмайды. Және Берталит дейтін фарералдарының ойыншысы бұл матчта көзге түссе, мен ешқандай таңғалмаймын. Қызылжар боевой настроймен осы ойынға шығуы ықтимал. Менің ойымша Қызылжар бұл ойында жеңілмейді, немесе Ордабасыда гол соқса, Қызылжар оған жауабын қайтарады деген сенімдемін. Ақтөбе Ертіс енді қиын ойын. Неге? Өйткені Ақтөбенің білесіздер қазір Нани тіпті Ақтөбеде жаттықпаймын деп мінез шығарды дейді. Өз адам қартайған сайын негізі щепетильный келеді ғой, мінез көрсете бастайды. Өз ойынымен қарық қып жүрген жоқ, сарғағаз алып жүр, төрешіге бірдеңелер үйретіп жүр, ойынымен қарық қып жүрген жоқ. Легионерлер анау ПБ дейтін ойыншы да қазір өте төмен деңгейде ойын көрсетіп жүр. Қазақстандық ойыншылардан бөлек легионерлер де биыл сәтсіз алынған сияқты. Сондықтан да Ақтөбе биыл бүгін осы ойында Ертісті ірі есеппен жеңеді дегенге сену қиындау болып тұр. Бірақ жанкүйерлер өз алаңына оралады деген ақпарат бар. Өз алаңында жанкүйерлердің қолдауымен 3 ұпайға қол жеткізеді деген ойдамын. Енді бұл жерде тек жанкүйерлер факторына ғана мен сеніп тұрмын. Жетісу Ұлытау тартысты матч. Бұл жерде Қайрат Нұрдәулетов Жетісуды бөлек деңгейге шығарды деуге болады. Алпауыттардан да ұпай алып жүр, өз деңгейіндегі командалардан да ұпай алып жүр, аутсайдерлерді жеңіп жүр. Бірақ енді өзі қай деңгейде екенін нақты қазір басып айту қиын. Ал Ұлытау болса, Нұркен Мәзбаев та тура сол Қайрат Нұрдәулетов екеуі бір деңгейде қазір командалары мықтылардан жеңіп, ұпай алып, тең ойнап жүр. Ал екеуіне келген кезде қазір кім жеңетінін мен нақты айта алмаймын. Бұл жерде тең ойын болуы әбден мүмкін менің ойымша, немесе Жетісуда Ұлытауда гол соғатын шығар. Өйткені шабуылда екі командада өте тамаша ойнап жүр. Тобыл мен Каспий, енді анық бұл жерде Тобылға жеңіс керек. Басқа нәтиже қызықтырмайды. Тобылға тек қана жеңіс керек. Каспийдің бапкері ауысқан. Сондықтан да Тобылдың классы бұл жерде өз алаңында ойнайды. Деңгей жоғары. Тобыл өз алаңда 3 ұпай алады дегенге күмәнім менің жоқ. Қайрат Елімай бұл турдың орталық ойыны. Қайрат қазір өте мықты. Дастан Сәтбаев қазір бабында. Дастанды неге бір ойын ойнатып, бір ойын ойнатпай сөйтіп ротация жасайды, оны анау жаңағы таяу шығысқа барып емдеуге жібереді. Өйткені жаңағы Ламин Ямал сияқты нагрузканы көтере алмай қалмас үшін, травма алып қалмас үшін, осындай кезде травма алып қалса, ол қанша уақыт кететіні белгісіз. Одан кейін ол футболшы қалпына келе ала ма, бабына келе ала ма, осындай уайым, алаң, барлық күдік барлығы жиналады да, оған ротация жасауға тура келеді. Сондықтан да Дастанның енді жарақат алып қалмауын тілейміз. Челсиге аман есен қосылуын тілейміз. Қайрат командасы бұл ойында менің ойымша фаворит. Қайраттың ойыншыларының деңгейі әлдеқайда по позициям алып қарасаң да жоғары. Сондықтан да Ұлытау Елімай осы маусымда алғашқы жеңілісіне ұшырайды деген ойдамын. Мен Қайрат менің ойымша басты фавориттердің бірі, өз алаңында жеңіске жетеді деп ойлаймын. Өйткені былтыр камбэкті білесіздер, 2-0 ұтып тұрып 3-2 Елімай жеңіп кеткен. Ол кезде Ғалымжан Кенжебек бар еді. Қазір менің ойымша Елімайда Ғалымжан Кенжебектің орнын айтарлықтай біреу басты деп айта алмаймын. Сондықтан да Елімай сөз жоқ, чемпиондыққа биыл таласа алады, бірақ дәл осы ойында Қайратқа есе жіберуі мүмкін.
Астана мен Атырау командалары. Астана білесіздер Елімаймен тең ойнады соңғы ойында. Атырау болса соңғы минутта Қызылжардан гол жіберіп ұтылып қалды. Бірақ енді Астана өз алаңында, ол өзі би, өзі қожа. Астана өз алаңында мықты ойнайды. Астана Атырауға қарсы қалай ойнау керектігін біледі. Иә, Атырау Ордабасымен болған ойыннан кейін жақсы қарқынап, қазір біраз мінез көрсетіп жүргенін білеміз. Одан кейін пайдалы үлгерді. Бірақ Астана командасында Мақсат Абраев пен Марин Томасов екеуі қазір қапталдан керемет ойын көрсетуде. Сондықтан да оның үстіне Кажикуловас кеп қосылды. Қорғаныс шебі қазір күшейді. Сол үшін де Астана енді міне оборот алып, енді міне газды басады деген сенім бар. Сондықтан да Астана бұл ойында 3 ұпай алуы әбден мүмкін. 7-ші турға қысқада тезіз айтып шықтым, иә, қазір. Тезіз айтудан мастер болып барадым. Тезіз айтып шықтым. Барлық 8 матчқа тоқталып өттім. Енді пәтуасын өздеріңіз айтасыздар. Қате жерін қате, дұрыс жерін дұрыс. Жаңағы Реал мен Барсада әлі чемпиондыққа талас жалғаса ма жоқ па? Челси командасының бапкері кім болу керек? Оның үстіне Арсенал мен Ман Ситидің таласында кім жеңіске жетеді? Арсенал чемпион бола ма? Осы сұрақтарды мен сіздерге де қойғым келіп тұр. Сіздің ойыңызша қандай нәтижелер тіркелуі мүмкін, қандай жаңалық болады? Өз ойыңыз комментарий жазыңыз. Біз 30 мыңнан асып, қазір 35 мыңға қарай шығып бара жатырмық қой. 35 мыңға шықса 40 кете береді екен ғой қарай. В общем, сөйтіп сіздің қолдауларыңызға зәруміз. Қолдауларыңыз керек. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, WhatsApp-тан, Telegram-нан жіберіп, мұны тақиялы періштені қолдап жіберейік деген сіздерден бір сұраныс бар. Сол себепті өтініш бар. Сол себептен қолдаңыздар. 7-ші турға байланысты өз ойларыңызды жазыңыздар. Қай командада қандай жаңалық бар, инсайт бар, клубтың ағаңыз, жездеңіз клубтарда жұмыс істесе, солар не деп жатыр? Соның бәрін жазып қойыңыздар. Үлкен рахмет. Ерспорт YouTube арнасы. Кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар. Бұл Ерспорт, ерсін